Ауған елін аумалы төкпелі жағдайы әлемді тағы да әлекке салатын түрі бар. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан басталғалы азаматтық соғыс әлі жүріп жатқан бұл елде жағдай соңғы кезде тіпті де шиеленісіп барады. Әсіресе ақш Ауғанстаннан әскерін біртіндеп әкете басталғалы Талибан қарулары қайта күш алды. Армысыздар, бұл қара жәшік, біз бастаймыз. 1919 жылы тәуелсіздік жариялаған Ауғанстан бір ғасыр бойы соғыстан көз ашпай келеді. Әлемдегі мемлекет туын ең көп ауыстырған ел ретінде есте қалған бұл елге шетел қарулы күштері де тыныштық берген жоқ. Мәселен, өткен ғасырдың соңында Кеңес одағы ауған халқына көмектесуді сылтау етіп, аталған елге әскер кіргізсе, 2011 жылы ақш бастаған НАТО күштерінің шабуылы терроризмді қолдаған Талибан билігін тақтан тайдырды. Бірақ бүкіл әлемді солқылдатқан екі империяда 10-20 жыл соғысқа араласып, өз ойлағандарын жүзеге асырамын деп қанша талпынғанмен ештеңе өзгерген жоқ. Бір ауыз сөзбен айтқанда, екеуі де жеңіліп тынды. Әсіресе ақш бастаған батыс елдерінің 1996 жылдан бастап ел тізгінін қолға алған Талибан экстремистік ұйымын құртып, елде демократия салтанат құратын билік жүйесін қалыптастырмақ ниеттегі арманында аяқсыз қалып, өз әскерін алып кетуге мәжбүр болды. Ақш әскерін шегіндіре бастаған күннен бастап, Талибан қайта атқа қонып, елдің солтүстігіндегі ондаған ауданды басып алды. ақш қарулы күштері 10 жыл бойы қанатының астына алып, тәрбиелеген ауған үкіметінің әскерлері талибтердің тегеруінді шабуылынан шыдамай, көршілес елдерге бар сауғалап қашуға мәжбүр болды. Бұл жағдай Талибан күштерінің Ауғанстанда әлі де десі басым екенін анық аңғартты. Талибан 1990 жылы пайда болған діни саяси қозғалыс ұйымы. Қозғалыстың рухани көсемі Мола Мұхаммед Омар. Пәкістан солтүстігінде құрылған бұл ұйымға бастапқыда Пәкістан медреселеріне тәлім алған ауған босқындары мен оның балалары тартылса, кейін олардың қатарына ауған әскері, пуштундар, сондай-ақ шетелдерден келген лаңкестер қосылды. Талибан қозғалысының ең әуелгі мақсаты Ауғанстандағы маджахидтердің үкіметін құлатып, елді ислам мемлекетіне айналдыру еді. Талибтер 1995 жылы күзде Иранмен шекараласатын Герат провинциясын, 1995 жылы күзде Кабулды алып, Ауғанстан ислам әмірлігін құрды. Осыдан кейін Ауғанстан мен Пәкістанда пуштундар көп тұратын аймақтарда талибтер үстемдігін арттырып, ислам және шариғат заңдарын енгізе бастады. 1998 жылға дейін талибтер Ауғанстан аумағының 90%-ын бақылауда ұстады. Бірақ талибандар қанша күш салғанымен халықаралық қауымдастық олардың билігін мүлде мойындаған жоқ. Керісінше, радикалды исламдық топтарға қолдау көрсеткені үшін террористік ұйым деп таныды. 2003 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Талибанды террорлық ұйым деп жариялады. Мамырдың басынан бері Ауғанстанның солтүстігіне талибтер жылдам жеңіске жетеді деп ешкім ойлаған жоқ. Алайда, әскери қимылдар аз уақытта Ауғанстанның солтүстік шекарасына жетіп, қақтығыс алауы Орталық Азия аумағына да өтіп жығылды. Бұған соғыстан бас сауғалаған ауған үкіметі әскерлерін Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне өтіп кеткен айғақ. Ауғанстан 8 провинциясы Орталық Азиядағы елдермен шектеседі. ақш әскері кіргеннен кейін бұл провинциялар ондаған жыл салыстырмалы түрде бейбіт өмір сүріп, Түркменстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдері біраз уақыт тыныстап қалған еді. Бірақ 2013 жылдан бастап Ауғанстан қауіпсіздік күштері мен талибтер арасындағы күрестің күшеюіне байланысты Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан елдерінің шекарасы маңында атыс күшейіп, ауған сарбаздарының бас сауғалап, талибандардың әдейі шекара бұзып өту жағдайы оқтын-оқтын көрініс берді. Аталған мемлекеттердің аумағына артиллерия снарядтары құлаған кездерде болды. ақш президенті Джо Байденнің әкімшілігі Ауғанстаннан шетелдік әскерлер шығарылып жатқан уақытта Тәжікстан, Қазақстан және Өзбекстаннан ақшқа көмектескен 9000-ға жуық ауғанды уақытша орналастыруды сұрады. Бұл туралы Bloomberg агенттігі ақпарат көзіне сүйеніп хабарлады. Ақпаратта Вашингтон америкалық әскерді шығару аяқталғанға дейін Орталық Азиядағы 3 елде ауғандық көмекшілерді орналастыруды көздеп отырғаны жазылған. Агенттік мәліметі бойынша ақш Өзбекстан мен Тәжікстандағы әріптестерімен осы елдің
аумағындағы барлау операцияларын жүргізуге мүмкіндік беретін келісім жобасын талқылап жатыр. Біраз бұрын New York Times газеті әкімшіліктегі ақпарат көзіне сілтеме жасап, ақш-америкалық әскерлермен әріптестік орнатқан мыңдаған ауғанды басқа елдерге орналастыруға дайындалып жатқанын хабарлады. Америка осы арқылы аталған ауғандардың тәліптердің құрбанына айналуына кедергі жасағысы келді. Бірақ ақш ол адамдар ақырында америкалық визаға қол жеткізетініне кепілдік беріп отырған жоқ. Ауғанстан жүздеген әскері Талибан содырларынан қашып Тәжікстанға өткен. Бұл туралы Тәжікстанның қауіпсіздік комитеті хабарлады. Тәжікстан тарабының мәліметінше 4 шілдеде тәліптер Ауғанстандағы Бадахшан провинциясындағы Хохон уезін еш қарсылықсыз алған. Ауғанстан қарулы күштерінің 94 сарбазы өмірлерін сақтау үшін мемлекеттік шекараны Хохон бөлімшесінен кесіп өтіп Тәжікстанға өтті. Бұл аймақ Ауғанстанның Бадахшан провинциясындағы Хохон уезіне қарсы орналасқан екі аймақты көпір жалғап тұр. Ресми мәлімет бойынша Ауғанстанның 545 солдаты Тәжікстанға қашқан. Сенбі 4 шілдеде Ауғанстандық 300-ден аса сарбаз Тәжікстанға өткен еді. Бесінші шілде күні Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен телефон арқылы сөйлесті. Президенттер Ауғанстандағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты орталық Азия аумағындағы ахуалды талқылады. Айта өту керек, Ауғанстан жүздеген әскері Талибан содырларынан қашып Тәжікстанға өтіп жатыр. Қазақстан президентімен телефон арқылы байланысуға тәжік тарапы бастамшы болған. Әңгіме барысында Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас тәжік халқына берілетін көмекті жалғастыра беретінін айтты. Мемлекет басшылары аймақтағы ахуал жайында өзара ақпарат алмасу үшін осылай тұрақты байланыс жасап отыруға келісті. 8 шілдеде Мәскеуге барған Ауғанстандық Талибан экстремистік қозғалысының делегаттары Ресей үкіметінің өкілдеріне орталық Азия елдерінің тұтастығын бұзбауға уәде берді. Сондай-ақ делегация өкілдері халықтың этникалық топтарының мүдделерін ескере отырып, келіссөздер жүргізу арқылы елде тұрақты бейбітшілікке қол жеткізуге мүдделі екенін, сондай-ақ ислам нормалары мен ауған дәстүрлері шеңберінде адам құқықтарын, оның ішінде әйелдердің құқықтарын сақтауға дайын екенін растады. Олардың Ауғанстандағы ИГИЛ қауіпімен күресуге және азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін ел аумағында есірткі өндірісін жоюға деген берік шешімі ерекше атап өтілді. Қорытындылай келгенде, қалыптасқан жағдай мәз емес. Ауғанстан еліндегі азаматтық соғыстың ушығуы барлық әлем елдерін алаңдатып отыр. Егер тәліптер елдегі басқару билігін толығымен өз қолына алса, әскери қақтығыстар мен атыстар күнде болатыны сөзсіз. Ал байғұс ауған халқы елден қашуға мәжбүр болады. Сонда иммигранттардың қарасы бірінші ретте Орта Азия елдеріне ағылады. Нәтижесінде Ресей мен ақш үкімет бөтен елге қаншама жылдар бойы араласқандары дұрыс болмады да, жағдай қиындап кеткенде шетте тұрып бақылағандары опасыздық. Қазақстан Ауғанстанмен шекаралас болмаса да, бізге теріс әсер әкелетіні сөзсіз. Каналға жазылып, пікір білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар.